Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Әсем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай брокколидан, цветная капустадан майда тұздалған қияр қосылады. Осындай әдемі салаттың видео рецептісін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, жасап жеңіздер, өте дәмді шықты. Және де міне бізге керек заттар осындай қияр, қызанақ, брокколи, цветная капуста, майда тұздалған осындай қияр банкаға жабылған. Және де ең бірінші осылай брокколимізді және видеода көріп тұрғандарыңыздай цветная капустамызды осылай бөліктерге бөліп аламыз әдемілеп. Сөйтіп суға қайнататын боламыз. Міне бір рет жуып аласыздар мұздай суға. Содан кейін осылай мұздай суға салып 2-3 минут қайнататын боламыз. Неге десеңіздер, өзінің бойындағы витамині кетіп қалады. Сол үшін көп қайнатуға болмайды. Осындай бір қайнағаннан кейін міндетті түрде минутты қарап тұрыңыздар сағаттан. Осылай 2-3 минут қайнатып аласыздар. Содан кейін сүзіп аласыздар. Және де мұздай суға 2 қайтара 3 қайтара жуасыздар. Және де мұз салып қоясыздар. Сол кезде өзінің түсін бойындағы витаминін жоғалтпайды. Міне мен 2-3 қайтара мұздай суға жуып, міне мұзды суға салып қойдым. Қолдарыңызбен ысқылап жумайсыздар, әшейін суын ауыстырып отырып жуасыздар. Және де міне енді бізге керек заттар осындай қиярымыз бен қызанағымызды міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай көлемде әдемілеп турап алатын боламыз. Дастарханға ұсынғанға, мерекелік дастарханға қонақ келгенде ұялмай осындай салат қоя берсеңіздер болады. Дәмі ерекше әдемі. Брокколимен сондай бір талы брокколимен цветная капуста қатты қымбат тұрмайды. Аптасына бір рет жасап жегенге өте керемет салат. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай бәрін тостағымызды салып аламыз және осылай тұздалған майда қиярымызды да саламыз. Және де енді керекті мөлшерде тұзымызды қосып, дәміне қарай жақсылап бір араластырып алатын боламыз. Міндетті түрде жасап жеңіздер. Және де айта кетейін, менің каналымда басқа да тағы да қолжетімді заттардан жасалатын басқа да салат түрлері бар. Міндетті түрде жасап жеңіздер. Менің каналымда плейлист бар. Сол жерден өзіңізге керекті үй жағдайында жасалатын барлығы тағам түрлері. Соларды көрсеңіздер болады, жасап жесеңіздер болады. Өте дәмді шығады. Және де енді мен басқа екінші тостаққа кішірек өзіме керекті салатымды салып алдым. Неге десеңіздер, мен 6-7 жерге салатты қоймаймын, 2 күнге жасап қойдым. Сондықтан өзіме керекті салатты бөлек ыдысқа салып, осылай майонез қосып дастарханға ұсына берсеңіздер болады, тарелкамызға салып. Егер майонез ұнамайтын болса, зәйтүн майын немесе ас үйдегі тамаққа қосатын сұйық майды майға бір қыздырып жіберіп, соны қосып жей берсеңіздер де болады. Мен енді майонез қостым. Өте дәмді, әдем болып шықты. Видео рецепті ұнаса, поделиться батырмасын басып, WhatsApp желісінде жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Міндетті түрде жасап жеңіздер. Бір жасағаннан дәмі ерекше, әдем болып шығады. Осы рецепті бойынша жасап жеңіздер. Видео ұнаса лайк басып қойыңыздар, комментарийге өз пікірлеріңізді қалдырсаңыздар болады.